Keşirim, kudreti. Keşirim, бұл үйлесімді де әсерлі, мән мағыналы қарым-қатынасқа жол ашады. Мән мағыналы қарым-қатынасқа жол ашады. Тіпті сіздің қас дұшпандарыңызбен де. Кешіруге деген ниетіңіздің жоқтығы, бұл сіздің әлі де Құдайдың өзіңізге деген кешірімнен, рухани түсінікпен пайдаланы иемденбегеніңіз турасында хабар береді. Сіз өз жауларыңызды жақсы көріп, өзіңізді жек көретіндер үшін дұға етіп жүрсеңіз, онда бұл өзіңізді құрдымға жіберетін зұлымдық сезімінен азат етеді. Онда бұл өзіңізді құрдымға жіберетін зұлымдық сезімінен азат етеді. Күйініш, кекшілдік және басқа да зияндыларынан. Иеміз Иса тіпті өзін келекелеп өлтіргендерді де кешірді. Біз өз қателіктерімізбен әрі бұның Құдайға қатысы бар екеніне көбірек көңіл бөліп алаңдауымыз керек. Әрі өзіңіздің жеке реніштеріңізге, өзіңізге деген аяушылық еркіне салынып кетердей, онша мән бере бермеңіз. Өйткені бұл ерік, зұлымдық еркі. Сіз араласқан жандар басқасынан көрі сіздің кешірмеушілігіңізден көбірек зардап шегеді. Кешірмеушілік қатынасы сіздің барша қарым-қатынасыңызды ғана бұзып қоймай, бұл жан дүниеңізді де улайды. Зұлымдыққа зұлымдықпен қайтарым жасамаңыз. Зиянды үн қатпаңыз. Оның орнына басқалар сізге зиянын тигізгенде баталап жарылқаңыз. Өтеміңіз сол болсын. Бізден Құдайдың күтері де осы үшін де Құдай шақырған бәрімізді. Ол осы үшін де бәрімізді баталап жарылқайды. Егер де сіз кешірімді қабыл етпесеңіз, әрі өзіңізге қарсы күнә жасағандарда кешірмесеңіз, онда сіз өз өзіңізді азаптау орнынан табасыз, өз өзіңізді азапқа саласыз, азапқа қаласыз. Бұл зұлымдық сезімі, бұл зұлымдық еркі. Кешірім жоқ жерде азап бар, кешірім жоқ жерде тозақ бар. Кешіріммен Құдайым болсын бізге жар. Аумин.